Құрметті Садыр Нұрғожаұлы, ең алдымен Қазақстанға қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сапарыңыз өте маңызды. Өзіңіз президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен Қазақстанға келіп отырсыз. Бұл Қазақстанға деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Шын мәнінде сапарыңыздың бағдарламасы кең ауқымды. Сондықтан біз бүгін ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасамыз, тиісті келісімдерге қол жеткіземіз. Рахмет, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті қазақ бауырластар. Біріншіден сіздердің маған Қазақстан жергесіне келіп кетуін визитменен шақырғаныңыздар үшін терең разышылығымды білдіремін. Сіздерменен бүгін аман-есен көрішіп отырғаныма өте қуаныштамын. Біз қазақ менен қырғыз бір туған елбіз. Бұл бір туғаншылығымызды қазақтың ұлы ақын жазушысы Жуан Молдағалиев ағамыз 4 сапарменен айтып кеткен. Ал мындай деген, мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қаракөз бір қыз балким, бөліп берген егізге уысынаным. Мына ушул 4 сап үрдің ішіне қырғыз менен қазақтың қандай ел екенін, қандай бір-біріне жақын екенін терең мағынада түсіндіріп кеткен. Biz andan artık söz менен bunu қазақ менен қырғызға айтып жеткізе албайбыз. Ошондуктан биздин ортобузда Қазақстан менен Кыргызстандын ортосунда дайыма ынтымак, бир туугандык мамиле болуш керек. Эч качан чечилбей турган маселелер болбош керек. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, эки тараптан тең көтөрүлгөн маселелер чечилип, бири-бирибизди колдоону улантабыз деп ойлойм. Biz ел аралык уюмдарда, ар кандай бирикмелерде бирге катышкан өлкөлөрбүз, мүчө өлкөлөрбүз. Казакстандын башына кыйынчылык түшсө, Кыргызстан жардамга келип туруу керек. Кыргызстандын башына кыйынчылык түшсө, Казакстан келип туруу керек. Бири-бирибизди дайыма колдоп, кубаттап туруубуз керек. Мен дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем сизге чакырууңузга. Мен дагы сизди бош убактыңызда ушу Кыргызстанга расмий сапарыңыз менен келип кетүүңүздү чакырам. Шын мәнінде халықтарымыз бір туған. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы дәстүрлі достық бар. Тек қана одақтас мемлекет емес Қазақстан үшін бауырлас мемлекет. Сондықтан бәріміз бұл дәстүрді жоғары бағалаймыз. Біздің алдымызда тұрған міндетіміз осы дәстүрді жалғастыру, нығайту. Сондықтан бүгінгі келіссөздер өте маңызды болады деп мен ойлаймын. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Бүгүн Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Кемелович Токаевдин чакыруусу менен менин Казакстан Республикасына мамлекеттик сапарым өтүүдө. Учурдан пайдаланып, кадырлуу Касым-Жомарт Кемеловичке мени Нур-Султанга сапар менен чакыргандыгы үчүн жана ал аркылуу бүтүндөй Казакстан элине биздин делегацияга көрсөткөн жылуу мамиле жана меймандостук үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Бул менин Казакстан Республикасына Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайлангандан кийинки биринчи сапарым. Кыргызстан бир тууган Казакстан менен болгон мыкты мамилелерди ар дайым жогору баалап келген жана мындан ары да тыгыз кызматташтыкты уланта берет деп ишендирип кетем. Мен Кыргыз Республикасынын башчысы катары биздин элдерибиздин кызыкчылыгына жооп берген бардык тармактарда кыргыз-казак мамилелерин мындан ары дагы бекемдөөгө жана өркүндөтүүгө бүт күч аракетимди жумшаймын. Дүйнөлүк коронавирустук пандемияга жана Кыргызстандагы былтыркы октябрь окуяларына карабастан биздин өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташуунун динамикасы сакталып калды. Бир тууган Казакстандын колдоосун толугу менен сездик. Мен Казакстан элине жана анын жетекчилигине Кыргызстандын элине азык-түлүк жана медициналык шаймандар түрүндө көрсөтүлгөн гуманитардык жардамдар үчүн
терең разычылығымды білдіремін. Уважаемые представители средств массовой информации, сегодня с президентом Республики Казахстан мы обсудили широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-казахстанского сотрудничества практически по всем направлениям, достигли важных для обеих стран договоренностей и приняли ряд решений. Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию и углублению союзнических отношений и стратегического партнерства между нашими государствами, взаимодействию в интеграционных и международных объединениях. Я также пригласил Касым-Жомарта Кемеловича посетить Кыргызстан с ответным визитом в любое удобное время. Большие надежды в продвижении национальных интересов двух стран и народов мы возлагаем на Кыргызско-Казахстанский высший межгосударственный совет, межпарламентский совет и межправительственный совет, проведение очередных заседаний, которых запланировано в ближайшую перспективу. Казахстан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает 3-е место, уступая по показателям только России и Китаю. Мы договорились, что будем и дальше наращивать взаимную торговлю, создавая необходимые для этого условия. В ходе переговоров мы обсудили вопросы культурного сотрудничества двух родственных народов, имеющих общие исторические, культурные и языковые корни и традиции. В этом году в Кыргызстане пройдут Дни культуры Казахстана, а в 2022 году Дни культуры Кыргызстана в Казахстане. Мы также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, который представляет взаимный интерес. Наметили совместные действия в формате многостороннего сотрудничества, обсудили вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС. В целом, я хочу подчеркнуть, что кыргызская сторона удовлетворена итогами состоявшихся переговоров с высшим руководством Казахстана и отмечает поступательный характер нашего сотрудничества. Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля динамично развивать взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с братским Казахстаном по всем направлениям. Благодарю за внимание. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ең алдымен Садыр Нұрғожаұлы Жапаровқа президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен біздің елімізге келгені үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Мұны қазақ еліне көрсетілген айрықша құрмет, достығымызды нығайтуға деген ізгі ниет деп бағалаймын. Қырғызстан біз үшін одақтас мемлекет, сондай-ақ тату көрші, бауырлас ел әрі сенімді серіктес. Біз тарихы, дәстүрі мен мәдениеті, тілі мен діні ортақ тамырлас жұртпыз. Қашанда бір-бірімізге жанашыр, тілеулес болған туыс елміз. Осы құндылықтарымыз өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтудың мызғымас негізі. Екі ағайын елдің қарым-қатынасын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихи рөлін ерекше атап өтуге болады. Қазақ пен қырғыздың өзара тиімді байланысы болашақта да жемісті жалғаса берері сөзсіз. Бүгінгі келесі сөздер стратегиялық серіктестігімізді одан әрі дамытуға тың серпін беретініне сенімдімін. Бұл мемлекеттік сапар қос мемлекеттің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толған мерейлі кезеңге тұспа-тұс келді. Оның ерекше символдық мәні бар. Біз осы белеске толағай табыспен жетіп отырмыз. Арамызда өзара сенім, ортақ мәміле және қолдау бар. Саяси, экономикалық, гуманитарлық және әскери техникалық салалардағы мүддеміз ұқсас. Осы уақытқа дейін екі ел арасында 180-ге жуық құжатқа қол қойылған. Біз бүгінде бірлескен мәлімдеме қабылдап, бірқатар маңызды келісім шартқа қол қойдық. Қазақстан мен Қырғызстан Еуразия экономикалық одағы аясында белсенді әрекет етуде. Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтау үшін ауқымды жұмыстарды бірге атқарып келеміз. Біз Садыр Нұрғожаұлымен бірге екі жақты қарым-қатынастың
және ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша жан-жақты пікір алмастық. Бұл тұрғыдан нақты әрі маңызды келісімдерге қол жеткіздік. Ең алдымен коронавирусқа қарсы бірлескен жұмыстарды жалғастыру қажеттігіне назар аудардық. Қазақстан пандемия кезінде қырғыз халқына кезекті көмек ретінде медициналық құралдар мен дәрі-дәрмектер жолдауға дайын екенін растап отыр. Біз мұндай көмекті жалғастырамыз және басқа арналарға таратамыз. Сонымен қатар Қырғызстанның қарулы күштеріне әскери техникалық көмек көрсететін болдық. Екі жақты байланыстардың өзегі сауда-экономикалық ынтымақтастық. Қазақстан Қырғызстанның ең ірі сауда серіктесінің бірі. Оған қоса Қырғызстандағы көш бастаушы инвесторлардың қатарына кіреміз. Біз соңғы 15 жылда бұл елге 1 миллиард доллардан астам қаржы құйдық. Қазақ инвесторлары Қырғыз экономикасының маңызды салаларын өркендетуге, әлеуметтік ахуалын жақсартуға қомақты үлес қосып келеді. Атап айтқанда, жаңа жұмыс орындарын ашып, өндіріс секторы мен қаржы нарығын дамытуға ерекше көңіл бөлуде. Осы орайда біз өзара инвестицияларды қолдауға және қорғауға келістік. Бірлескен кәсіпорындар тиімді жұмыс істеу үшін қолайлы жағдай жасаймыз деп уағдаластық. Мемлекеттік органдарға сауда-саттық көлемін кеңейтіп, нарықтың жаңа бағыттарын іздеу жөнінде тапсырма бердік. Сауда кедергілерін азайтатын болдық. Екі елдің кеден және салық органдары арасындағы өзара іс-қимылды нығайту, олардың жұмысына цифрлық технология енгізу жөнінде келістік. Елдеріміздің экспорттық әлеуетін нығайтып, шағын және орта бизнес арасындағы байланыстарды кеңейту үшін жақын арада Қазақстан делегациясы Қырғызстанға арнайы сапармен барады. Азаматтардың барыс келісі мен алыс берісін жақсарту маңызды міндеттің бірі. Осы ретте шекара бекеттерінің өткізу мүмкіндігін арттыру үшін шаралар қабылдануда. Мысалы, ең ірі Қордай Ақжол бекетін жаңғырту жұмыстары соның айқын көрінісі. Енді жұрттың шекарадан қиналмай өтуіне жағдай жасалмақ. Бекеттің жабдықтары жаңартылды. 8 жолақты автожол салдық. Бұл жұмыс өз жалғасын табады. Паспорттық бақылау режимін жетілдірдік. Мұның барлығы екі ел арасындағы жолаушылар мен көліктердің санын едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан бұл нысанды жақын арада ашуға дайын. Келісім бойынша Қырғыз тарапы да тиісті жұмысты тез арада аяқтайтын болды. Келесі мәселе өзара байланысты нығайту үшін іргелес жатқан аймақтардың ынтымақтастық аясын кеңейтуге сөз байластық. Осы мақсатпен өңіраралық ынтымақтастықтың бірінші форумын жоғарыда өткізу қажеттігін атап өттік. Сондай-ақ шекара маңында тауарды рәсімдеп өңдейтін сауда логистикалық орталық құру керектігіне тоқталдық. Келіссөздегі тағы бір маңызды мәселе су энергетика саласындағы ықпалдастық. Трансшекаралық су ресурстарын тиімді әрі әділ пайдалануды қамтамасыз ету өзекті. Ондаған миллион азаматтарымыздың тіршілігі осыған байланысты. Орталық Азия елдерінің тағдыры мен игілігі үшін ортақ мүддеге сай жұмыс атқару және жаңа әдістер іздеу қажеттігіне тоқталдық. Атап өтетін жайт, бүгінде Шу және Талас өзендерінің аңғары бойынша ықпалдастығымыз көптеген елге үлгі болып отыр. Мемлекет аралық су шаруашылығы нысандарын пайдалану жөніндегі бірлескен комиссиямыз бар. Қазақстан бұл нысандарды жөндеу және пайдалану жұмыстарына жыл сайын қаржылай көмек көрсетіп отыр. Соңғы 10 жылда осы мақсатқа 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлдік. Біз аталған мәселе бойынша жұмысты екі жақты форматта, сондай-ақ өңірдегі басқа да әріптестерімізбен жалғастырамыз. Өзендер бойынша біз өзара тиімді іс-қимыл жасауымыз керек. Сонда ғана ешқандай келіспеушілік болмайды. Қазақ-қырғыз қатынастарының маңызды бағытының бірі
мәдени гуманитарлық ынтымақтастық, көп қырлы рухани және мәдени байланыс, халықтар арасын жалғайтын алтын көпір. Бауырластығымызды нығайта түсу үшін мәдени гуманитарлық қатынастың мазмұнын одан әрі байыту қажет. Осы ретте жақын арада Қазақстан мен Қырғызстанның мәдени күндерін өткізуге уағдаластық. Бішкекте Абайға, Нұр-Сұлтан қаласында Манас пен Шыңғыз Айтматовқа арналған ескерткіштер бой көтереді. Оған қоса бірегей тарихи мұраларымызды дәріптеу үшін күш-жігерімізді жұмылдыратын болдық. Біздің елдеріміздің жастары біздің болашағымыз. Олар дамудың және жасампаздықтың қозғаушы күші. Біз құзырлы органдарға жастар арасындағы байланыстарды жолға қою жөнінде тапсырма бердік. Осы орайда студент алмасудың ауқымын кеңейтуді ұсындым. Соның ішінде Қазақстанның жоғары оқу орындарында қырғыз жастарына бөлінетін білім квотасын 10 есе көбейтуді тапсырдым. Осылайша мұндай гранттардың саны 50-ге жетпек. Әрине, бұл тек басы ғана. Болашақта ниет болса, квотаны ұлғайтуға мүмкіндік бар. Бұдан бөлек, Бішкекте Қазақстанның беделді жоғары оқу орнының филиалын ашу туралы біздің тарапымыздан бастама көтерілді. Біз өңірлік және жаһандық мәселелер жөнінде пікір алмастық. Бір қатар мәселелер бойынша көптеген ұстанымдарымыз бірдей, я болмаса жақын екеніне көз жеткіздік. Орталық Азия елдері басшыларының консультативтік кездесуін одан әрі дамытуға назар аудардық. Өңірлік іс-қимылдың басты бағыттары бойынша тиімді шаралар әзірлеудің маңыздылығы туралы ойымыз бір жерден шықты. Осы орайда Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары келісін толыққанды ұйымға айналдыру жөніндегі Қазақстанның бастамасына Қырғызстан тарапы қолдау көрсетіп отыр. Біз ол үшін алғысымызды білдіреміз. Уважаемые журналисты, проведенные сегодня переговоры с президентом Кыргызской республики Садыром Нургожаевичем Жапаровым подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению уз дружбы, доверия и добрососедства между Казахстаном и Кыргызстаном. Наши государства и народы близки друг к другу. Это общеизвестный факт. Задача глав государств – превратить двусторонние отношения в образцовую модель сотрудничества. Именно на решение этой задачи были нацелены сегодняшние переговоры. Состоявшийся обмен мнениями был весьма полезным и плодотворным. Мы определили магистральные направления двустороннего сотрудничества, обсудили укрепление диалога в рамках региональных и международных структур, договорились в конструктивном ключе, в оперативном режиме решать любые вопросы нашего взаимодействия с учетом коренных интересов братских народов. В ближайшее время Бишкек посетит правительственная делегация Казахстана для обсуждения актуальных вопросов взаимного сотрудничества и их эффективного решения. С полной уверенностью можно сказать, что государственный визит президента Кыргызстана Садыра Нургожаевича Жапарова увенчался успехом. Уверен, реализация достигнутых договоренностей позволит открыть новую страницу в казахско-кыргызских отношениях. Қорыта айтқанда, бүгінгі келіссөздер біздің достық қатынастарымызды одан әрі нығайтуға деген ықыласымызды айқын көрсетті. Екі ел арасындағы сенім мен тату көршілікке негізделген байланыс бауырлас халықтардың игілігін арттыра береді деп сенемін. Рахмет баршаңызға.